Сәлеметсіздер ме қыздар, біз бүгін үй жағдайында қарапайым, бірақ өте дәмді пицца жасаймыз. 1 килограмм, суық су 550 грамм, сұйық май немесе зәйтүн майы 75 грамм, тұз 18 грамм, дрож 6 грамм керек. Електен өткен 1 килограмм ұнға суық су және сұйық май құямыз. Негізінде зәйтүн майын пайдаланған жөн, бірақ мен бұл видеода сұйық май ғана қолдандым. Ең соңында тұз саламыз. Теңіз тұзы болған дұрыс, морской соль, немесе жай тұз қолдана берсеңіз де болады. Қамырымызды аштық. Енді 15 минутқа қалдырамыз тыну үшін. 15 минут өтті. Қамырды 4-ке бөліп, 4 суала жасаймыз. Бұл қамырдан үлкен 4 пицца шығады. Бірақ мен 2 үлкен және балаларға арнап 4 кішкентай пицца пісіретін боламын. Қамырларды бөліктерге бөлген соң 2 сағатқа бөлме температурасында бетін жауып қоямыз. 2 сағатта ол жақсы ашып көтеріледі. Енді начинкасын дайындаймыз. Соусына мұздатқышта қатырылған помидорды микроволновкаға ерітеміз және соның үстіне сұйық майды, базиликті, тұзды салып жақсылап блендермен өткіземіз. Оның бәрі араласады. Салмасына дайын соус, колбаса, сыр және майонез жағатын боламыз. Бір күлшесін алып, оған ұн сеуіп, қолмен пиццаны қамырын жаямыз. Шеттерін осылай қайырып шығамыз. Бетіне майонез жағамыз. Менікі қолдың майонезі, домашний майонез. Оның бетіне соусты жағатын боламыз. Қалауларыңызға қарай кетчуп жақсаңыздар болады. Мен қызарсын деп әдейі аздап қана жақтым. Бетіне колбаса мен сырларды тізіп шығамыз. Менің духовкамда пицца 200 градуста жарты сағатта піседі. Пиццаның қамыры өте жұмсақ және жұқа әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.